Сәлем достар, бүгін біз фарш және картошка қосылған өте дәмді пісірме дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, картошка, пияз, тұз, бұрыш, кориандр, томат пастасы, су және сұйық май және пияз керек. Және қызанақ керек, күшбас соус үшін. Сонымен біз ең алдымен қазанымызды қыздырып, май құямыз. Қызып тұрған қазанымызға майды құйып, фаршты салып қуырамыз. Қуырылып жатқан фаршымыздың үстіне тұз саламыз. Барлық тұзды емес. Жақсылап қуырғаламыз. Фаршымыз қуырылып жатқан кезде біз алдын ала қайнатылған картошкамызды пюре жасап аламыз. Қуырылып жатқан фаршымыздың үстіне су тартылғанша қуырып алдық. Пиязымызды саламыз. Пияз салып, орташа отта фарш піскенше 8-10 минут тағда бұқтырып қуырамыз. Фаршымыз дайын, пиязбен бірге қуырды. Пешті өшіріп, қуырған фаршты алып қоямыз және суытамыз. Келесі табамызды қыздырып, оған сұйық май құямыз және бұған дейін ұсақтап турап алған 3 қызанақты салып қуырамыз. Бұл бізге соус үшін қажет. Енді қызанағымыз қуырылып жатқан кезде бұған дейін дайындаған картошка пюресіне қуырып алған ет пен пиязымызды қосамыз. Яғни фаршымыз бен пиязымыз. Жақсылап араластырамыз. Қолымызбен араластырсақ өте бір тегіс араласады. Кішкене араластырған соң бұған дейін аз ғана тұз қосқанбыз, қалған тұзды қосамыз. Қолымызбен жақсылап бір тегіс етіп араластырып аламыз. Енді осы дайын болған ет пен картошка пюресінен домалақтап бірнеше осындай домалақтар дайындап аламыз. Қуырылып жатқан қызанағымызға қаласаңыз томат пастасын қосамыз, қаламасаңыз қоспауға болады. Бірақ томат пастасы қосылған соус өте түсін жоғалтпайды және өте тартымды түске боялады. Және оған қара бұрыш, тұз және кориандр қосамыз. Жақсылап араластырып, бетіне 100-150 граммдай су құйып 1-2 минут қайнатамыз. Сонымен біздің тұздығымыз, соусымыз дайын болады. Тұздығымыз дайын, отты өшіреміз. Пештен алып қоямыз. Дөңгелектеріміз дайын болды. Оның бетіне соусымызды құямыз. Дөңгелектерімізді бөлек-бөлек салып, 6-8 түйірден кішкене ыдыстарға салып, олайда пісіріп алуға болады. Және мұның бетіне күштің ірі көзінен өткізілген ірімшікті себеміз. Ірімшігін молдау сепсеңіз жақсы шығады. Барлық жерін жауып тұратындай қылып. Дайын дөңгелектеріміздің бетіне соусымызды құйып, оның бетіне ірімшігімізді септік және 140-180 градус аралығында қызып тұрған пешке
бетіндегі ірімшік ерігенге дейін салып аламыз. Ол бір кісілерде, біреулерде 10 минут немесе 15 минут, 20 минутқа созуы мүмкін. Әрине пешіңіздің түріне қарай. 140-180 градус аралығында қызып тұрған пешке 10-15 минутқа салып аламыз. Тамағымыз дайын болды. Пештен алып шықтық. Осы күйінде алып ішінде кесіп жей беруге де болады. Біз қазір кесіп қатысымызға салып аламыз. Ұзын созылмалы ірімшік және өте жұмсақ фарш пен картошка, пияздың дәмі аздап білінетін. Жеу барысында тіпті шайнауды қажет етпейді. Астарыңыз дәмді болсын.